Қазір сендерге мына жердегі жануарлардың үндері естіледі. Бұл қандай жануар? Сиыр. Ал енді балалар айтыңдар, сиырды қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде қалай айтасыңдар? Сендер бөлшесіңдер ғой соны сиырды. Корова. Ағылшын тілінде. Дұрыс айтады. Кау, иә? Кау өте жақсы. Ал сиырды кімге бердің және? Сиырдың 4 аяғы бар, түсі қоңыр, 2 мүйізі бар. Сиыр маған ұнайды, өйткені бізге сүтін береді. Өте жақсы. Қой. Өте дұрыс айтасыңдар. Бұл қай түлікті? Қой. Ал қойды кім айтады? Қазақша, орысша, ағылшынша. Я, дұрыс айтасыңдар. Баран ағылшын тілінде. Ағылшын тілінде шик. Естеріне сақтап алыңдар. 2 құлағы бар, 2 көзі бар. Я оның жүнінен бізге мамаларымыз жылы киімдер төгеді. Бізге қой ұнайды. Солай ғой, я? Ал келесі жануар? Ат жылқы. Жылқы, я? 3 тілде айтамыз, қане? Жылқы, сосын лошадь, сосын Хорс. Ағылшын тілінде жылқы. Хорс деп аталады екен. Ал жаңа сипаттап жүре ғой, сенің жылқың қандай? Аттың бойы ұзын, түсі сұр болады, 4 аяғы бар, 4 аяғында табандары бар. Ат маған қатты ұнайды, өйткені әдемі және тез жүгіреді және бізге қымыз береді. Өте жақсы. 4 табаны бар дейміз ба? 4 несі бар? Тұяғы бар. Қазір мен сіздерге мына жерде жазылған сөздерді таратып беремін. Сіздер осы сөздердің ішінен сипаттау мәтініне қатысты сөздерді жоғарғы сыңайлықтың үстіне шаптаймыз. Ал сипаттау мәтініне мүлдем қатысы жоқ сөздерді мына сыңайлықтың қасына шаптаймыз. Кел біріншісіне, Ибрагим, кел оған. Оқи ғой. Орынбасар. Орынбасар. Сипаттау мәтініне қатысты сөз ба, қатысты емес? Қатысты емес. Дұрыс айтасың. Бұл қатысты емес. Сипаттау мәтініне дым-да қатысы жоқ. Шапты. Бақырайған. Сұрақ қоямын. Дұрыс айтасың. Келе. Домалақ. Қатысы бар. Қатысы бар. Сөз өте жақсы, дұрыс айтасың. Сипаттау мәтініне қатысты сөздерді оқып жіберейік, қане? Домалақ. Бақырайған. Өткір. Жылтыр. Аққұба. Тәтті. Қандай сұрақтар болды? Қандай? Бұл сипаттау мәтініне қатысты сөздер. Ал келесіздер. Тестерді оқып жүрейікші балалар. Орынбасар, өнеркәсіп, үңгір, тасбақа, шекара, көше, сәукеле. Бұлар сипаттау мәтініне мүлдем қатысы жоқ сөздер. Сонымен балалар, сипаттау мәтіні дегеніміз не болды? Не болды сипаттау мәтіні дегеніміз? Сипаттау мәтіні дегеніміз ол бір нәрсені сипаттап айтады. Затты немесе құбылысты сипаттайтын мәтінді сипаттау мәтіні дейміз. Өте жақсы. Сипаттау мәтіні дегеніміз не болды, Ибрагим? Бір нәрсені немесе затты немесе құбылысты сипаттап айтатын мәтінді сипаттау мәтіні дейміз. Балалар, толық сөйлей үйренеміз, отыра ғой. Сипаттау мәтіні қандай сұраққа жауап береді? Қандай сұрақ қоямыз оған? Сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді? Қандай сұраққа жауап береді? Қандай деген сұраққа жауап береді.